менде адамдарды қалай атайды? Мен бүкіл Есентайдың парковкасынан машинаны таппай жүрмін. Қайда қойғанымды білмеймін. Жаттамаған оқаға қойғанымды. Қайдан табамын мына жерден енді? Еще сигнализация ешқандай звук та шығармайды менің машинам. Ал, тапты ма? Тура анда есіктің алдына қойғам мен. Ана жақта да есік бар екен ғой, может ана алдына қойған шығармын. Сен буквалардан әңгімесі бұлар уже екінші буквалар ғой, екінші қатардағы. Сен сымен дыға қойсаң ол болды. Жоқ, мен сығымен ды деп айтқан жоқпын ғой. Мен білмеймін, сығымен дыға қойдым деп. Қазір көрейін. Мына жақты көре салайыншы, на всякий случай, мұнда қойып қалдым екен. Тез көріп келе салайын, болды, күте тұрыңдар. Оля. Осындай ақмақ болуға бола ма? Как это возможно? Жоқ анда машина. Істема. Шошып қалдым. Мен бірге іздеңіздер сіздерде. Сұр түсті Мерседес. Қайда мен машинам? Кеше бір танысыммен жолығып қалдым аяғасынан. Сөйтіп жолығып, әңгімелесіп отырып, әңгімеден әңгіме шығып, бір ортақ танысымыз мені сол жігітке жамандап, сол танысымашы. Сол танысыма енді түгімді қоймен жамандапты. Бексұлтан деген ондай жігіт, Бексұлтан сондай жігіт, оймен араласудың қажеті жоқ, анау мынау депті да. Бір қызығы, бір ай бұрын сол жамандаған жігіт маған кешегі танысымды жамандаған да. Адамдар қандай деймін да, иә. Өмірде сондай адамдар болады екен өзі. Ананы мынаған жамандап, мынаны анаған жамандап, адамдарды бір-бірін айдап салып, бір-бірімен қырылыстырып, ұрыстырып жүрген адамдар болады екен өмірде. Так что осындай ситуация адамның кімнің кім екенін білдіріп қояды. Алла тағала әділ ғой негізі. Қандай адамның қандай екенін белгілі бір жағдай арқылы адамға білдіріп қояды. Мынандай сөзі бар ғой, сені біреу көзінше мақтаса, сен оған марқайма дейді, арқаңды кеңге жайма. Сен туралы әңгіме сен кеткеннен кейін басталады дейді. Так что кіммен араласып жүргенімізді, кімді дос тұтып жүргенімізді біліп жүрейік, соған сақ болайық. Өйткені қазақта әдемі сөз бар, сен маған досыңды көрсет, мен сенің кім екеніңді айтып берейін дей ма? Солай. Сол үшін адаммен араласар кезде абай болыңыздар. Соны айтайын дегем. Расылдың самокатын, электросамокатын папа салып берді деп айттым ғой сізге. Мама, не снимай, это сейчас бесплатная реклама будет. Ты чё? Какая реклама? Бесплатная? Болсын, бола берсін. Әкеңе реклама жасап отыр қой, сенің әкең. Ерасылдың әкесі, міне осындай өзінің әкесі. Электросамокат алып берген. Ой, бо. Сейчас я буду кататься. Мама, ты будешь на ней кататься деп отыр ғой маған? Давай, снимай меня. Ой, мама, стой, стой. Ты вот это же не поставила, мам, стой. Ты же этот... Да. Простите, пожалуйста. Все, давай. На втором скорости, да? Слишком быстро. Все, видно. Круто. Все, Ерасыл сейчас будет кататься. А там можно быстро регулировать, да? Да. Я на третьем всегда езжу. Ты для меня специально поставил, да, мыши? Спасибо, мыши. Спасибо. Сам регулирует. Вот. Высота, кажется, регулируется. Что-то это уже бесплатная реклама напахивает. Че ты реклама деп қоймадың ғой? Бола берсін. Болмасын, ты что, мам? Почему? Нам прибыли не будет. Мы должны зарабатывать, да? Вот именно. Молодец, мен мамасын табысын ойлап жүрген бала ғой бұл деген. На третьем скорости доставлю и вот. Қатты айдайды бұл деген, мә, зырылдап тұрып. Бақытты болып жүр ғой, ойбай, жаным. Самокат бар, квадроцикл бар. Қандай бақытты, баяда біз тетрис армандаушы едік қой, тетрисім болса, дендим болса деп. Бұларда не жоқ. Классно.